Келес ауданында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін ендіру бойынша жиын өтті. Шарада азаматтардың аталмыш жобаға қалай тіркелуі қажет, сондай-ақ оның тұрғындарға берер пайдасы қандай деген сауалдарға жауап айтылды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты халыққа жолдауында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін ендіру бойынша бүгін Келес ауданы әкімдігінің мәжіліс залында жиын өтті. Онда айтылған мәселелер: тұрғындар өздерінің санаттарын белгілеп алулары тиіс. Жалпы 15 санатқа тіркелу қажет дейді маман. Медицинадағы медициналық қызметтер екі түрлі қаржы көзімен қаржыландыратын болады. Біріншісі мемлекеттік кепілдік шеңбері көлеміндегі медициналық қызметтердің қаржыландыруы, екіншісі міндетті әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін медициналық әлеуметтік сақтандыру пакетіне кіретін медициналық қызметтер. Бұл қызметтерді алу барысында халық не істеу керек? Міндетті түрде өзінің НЦП кілтін аштыртып, сол арқылы өзіне жақын тұрған жергілікті аймағына жақын тұрған емханаға тіркеліп, ЕГОВ порталы арқылы тіркелетті, сол жерде өзінің мәртебесін анықтау қажет болады. Мәртебесін анықтатып жатқан себептеріміз бізде жаңағы жарна төлемнен босайтын қоғамның санаттары бар. Ол 15 санат, әлеуметтік қорғалған санаттар. Осы санаттар үшін міндетті әлеуметтік сақтандыру пакетіне кіретін медициналық қызметтерді мемлекет төлейтін болады. Жиын Келес аудандық халыққа қызмет көрсету орталығында да жалғасты. Онда айтылған кеңестер тұрғындар аталған жүйеге тіркелмеген жағдайда оларға мемлекет тарапынан жеңілдік жасалынбайтын көрінеді. Оған тек жедел жәрдем көлігі, қатты науқастанған жағдайда санитарлы авиациялық көмек, тағы басқа тегін көрсетілетін қызметтер ғана қолжетімді болмақ дейді маман. Бірыңғай жарналық төлем бізде мемлекетімізде анықталған арнайы жаңағы төлеу шеңбері бар. Ол ең төменгі жалақы құнынан 5% ай сайын 1265 теңгеге жуық төлейтін болады. Ай сайын және ол бір жылда 15500-ге жуық қана ақшаны құрайтын болады. Міне осы бірыңғай жарналық төлем арқылы ол өзіне белгіленген арнайы жаңа міндетті әлеуметтік сақтандыру пакетіне кіретін медициналық қызметкерлерді алады. Оның төлемнің жарнасы алынған қызметтің құнына ешқандай байланысы болмайды. 15 мың бола тұрып, кейбір азаматтарымыз сұрақ қояды, 15 мың болса да біз бар қызметті алуға арнайы дәрігерлік көрсетуіне сәйкес барлық қызметті алуға мүмкіншілігі болады. Жаңа мен айтып өттім, 15 мың теңгеден артық болса, ол жинақталған жарнаның сомасына тәуелді емес. Ол өзіне тиісті көрсетіліміне сәйкес қызметті қанша болса да бағасы алуға мүмкіншілігі болады. Ең бастысы мәртебесі анықталып, жарналық төлемі төленуі қажет. Мемлекет тарапынан сақтандырылатын жеңілдігі бар азаматтар санаты: балалар, жұмыссыз ретінде ресми тіркелген адамдар, зейнеткерлер, мүгедек бала күтімімен айналысып отырған азаматтар және мүгедектер, тағы басқа азаматтар. Толығырақ 1406 сенім телефондары арқылы мәлімет алуыңызға болады. Мейірхан Бақытжанұлы, Нұрсұлтан Исаев, Сәт телеарнасы жаңалықтар қызметі.